сәлеметсіздер ме? Мен Балоса тобының тәрбиешісі Жетібаева Мадина. Менің тәрбиеленушілерім Сардар мен Айлин бүгін үшеуміз судың алдымызда тұрған заттардың көмегімен жанартаудың атқылауын жасап көреміз. Бізге керекті заттар балалар: ең бірінші су, бояғыш түстер, сусабын, ас содасы, лимон қышқылы және пластик ыдыстар керек. Ал қарақшы балалар, қолымызда біз қолғап кидік, өйткені алдымызда тұрған заттар бізге қолымызға зиян алып келуі мүмкін. Біз ең бірінші суды аламыз. Және суды аламыз. Айлин, Сардар, суға ең бірінші біз щеткамен судың түсін әдемілеп өзгертеміз. Және судың түсін алдымызда тұрған өзіміздің түсімізбен өзгертіп, әдемілеп араластырамыз. Судың түсін өзгертеміз. Үшеуміз үш түрлі түс алдық. Және қолымызды абайлаймыз балалар. Алдымыздағы тұрған заттар біздің қолымызға, бетімізге тиіп кетпеу керек. Қауіпсіздік ережесін сақтап отырайық. Тағы да алайық бір рет. Түсімізді әдемілеп өзгертейік. Әдемілеп. Түсіміз өзгерді ма? Айлин, тағы да бір рет араластыр. Тағы да Айлин, әдемілеп араластыр. Сен түсін қанық болу үшін осылай араластырамыз. Әдем болды ма? Щеткамызды қоямыз. Алдымызға қоямыз. Енді сусабынды аламыз. Сұйық сусабынды аламыз. Оны бір қасықты алып құямыз. Қарақшы. Құйдық па? Тағы да бір қасық құямыз. Тағы да бір қасық. Бұл сұйық сабын балалар, бізде қол жуатын сұйық сабын. Орнына қояйық. Орнына қоямыз. Енді ас содасын аламыз. Ас содасын аламыз. Қане, ас содасын ала қойсадар. Қане, ас содасын ала қой. Ас содасынан бір қасықты толтырып аламыз. Араластырамыз. Сол қасықпен араластырамыз. Ас содасын қоямыз. Араластырамыз. Әдемілеп араластырамыз. Араластыра қой. Әдем. Суымыздың түсі өзгерді, Ал енді осы қасықпен қараңдар. Сардар, қасықпен біз лимон қышқылын саламыз. Лимон қышқылын салып араластырамыз. Қане, араластырамыз. Ал қарап отырайықшы. Біздің жанартауымыз атқылап жатыр ма? Сардар, күшті болды ма? Түсі қандай болып шықты сенікінің? Менің көзі жоқ. Ал енді қасығымызды алып тамашалайықшы. Қане, жанартауға ұқсады ма? Таудың арасынан атқылайтын жанартауға ұқсады, Біз балалар бұл зерттеуді ненің көмегімен жасадық, айтайықшы. Не пайдаландық? Су, сұйық сабын, ас содасы, лимон қышқылы, және біз судың түсін өзгерту үшін гуашты пайдаландық, Сендерге бүгінгі зерттеу ісіміз ұнады ма? Рахмет сендерге. Сау болыңыздар. Айтамыз. Сау болыңыздар.